Мінекей фотолаб деген бағдарламаны жүктеп аламыз, ашамыз. Кірді, continue басамыз, разрешить деп разрешение береміз. Енді мына жерге галочка қойып, начнем басамыз. Женский қояйық, попробовать эффект басамыз, продолжить, попробовать эффект. Мінекей, разрешить полный доступ деп береміз, выбрать из фото, соглашаюсь, подтвердить басамыз. Мысалы бір фотоны. Жоғарыда X-ті басамыз. Разрешить басамыз. X, осындай рекламалар шықса X-ті басамыз. Осылай мына жерде поисковикке қажетті профессияны атауын жазамыз. Мысалы, медсестра деймін. Осылай қажетті полиция, медсестра деп өзіңізге қажетті шаблонды алып, ішіне фотоңызды жүктейсіз. Фотоны жүктеп болғаннан кейін рекламалар шығуы мүмкін. Соларды күтіп, крестикті X-ті басып отырасыздар, рекламалар шықса. Кейін жүктеп алу батырмасын басу арқылы осылай фотоны аласыз. Міне жоғарыда X шықты, X-ті басып шығасыз. Платный деп шықты, міне реклама шықты. Рекламаны соңына дейін күтесіздер. Біткеннен кейін X-ті басып, жоғарыда поделиться деген батырма тұр. Сол батырманы басып, сақтап аласыздар. Енді қайтадан фотолаб приложениесіне кірейік. Барлығын қайтадан бастамайсыздар, осылай поисковикке жазып, бірден қолдана бересіздер.